Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 6-шы сыныбындағы workbook-тегі unit review-ді талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Каналдағы оқушы саны 10 мыңға жеткен кезде мен өзімнің кім екенімді айтамын. Мүмкін мен сіздердің апайларын шығармын. Енді бірінші тапсырмаға келдік. Бірінші тапсырмада сендерге мына жерде мән бермеңдер балалар, 6-7 деп кеткен ғой. Ол жерде тұрған ештеңе жоқ, ол 1 деген сөз. Сонымен 1-де won болады, 2-де went болады, 3-те played болады, 4-те acted болады, 5-те put on болады, 6-да played болады, 7-де made болады, 8-де went болады. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады who is the designer of the game деп, яғни мынаны толықтыруымыз қажет. Кім дизайнері осы ойынның дейді. That writer has got a good imagination. Мына жазушының қиялы ұшқыр екен. I like this video games. Маған мына видео ойындар ұнайды. They are great, entertaining. Яғни олар өте қызықты. We can play the Sims on Super Mario World. It's your choice. Біз ойнай аламыз Sims'ті немесе Super Mario World'ты. Таңда дейді. Бұл сенің таңдауын. The creation of this action game need a lot of money. Яғни мына ойынды тапқан табушы көп ақша жасады. 6. Have you got a good memory? Сенде жақсы есте сақтау қабілеті бар ма? How many players can you use that game? Қанша ойыншылар бұл ойынды қолданады? Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада past simple, яғни irregular вебтерді қоюымыз қажет. Мына жерде қараймыз. Болымды жасасақ болымсыз, болымсыз жасасақ болымды жасауымыз керек екен. We had breakfast this morning. Біз де таңғы ас іштік осы таңда. I didn't go to the museum. Біз бармадық музейге. He played video games. Ол ойнады видео ойындарды. She didn't take part in competition. Ол жарысқа қатыспады. You wrote a letter. Сен жаздың хатты. They didn't become famous, very famous. Олар болмады өте атақты. She knew my name. Ол менің есімімді білді. I met my friends. Яғни мен, балалар мына жерде didn't болу керек. Түсінікті ме? Мына жерде didn't болады. I didn't meet my friends. Ары қарай кеттік. Төртінші тапсырмада мына жердегі сөздерді толықтыруымыз қажет. Бастадық. Anna isn't very tall. She is average age. Анна ұзын емес, ол орта бойлы. Is his hair curly? Оның шашы бұйра ма? No, it's straight. Жоқ, ол тіп-тік. I can't read this book. Мен мына кітапты оқи алмаймын. I need to wear my glasses. Мен киюім қажет көзілдірік. What color is her hair? Оның шашы қай түсте? It is red. Ол қызыл. They aren't fat. They are quite slim. Олар толық емес. Они довольно арықтар. I have got fair hair and blue eyes. Менің шашым ақшылтым және көзім көк. My dad has got a black beard and a big mustache. Менің әкемде қара сақал және үлкен мұрт бар. 5-те келдік. 5-ші тапсырмада сұрақ жасауымыз қажет. Осы present past simpleға қатысты. What did you do yesterday? Өткен аптадан кеше не істедің? Where did you go? Сен қайда бардың? Did your sister like the film? Сенің әпкең фильмді жақсы көреді ме? Did your parents buy ticket? Сенің ата-анаң билет сатып алды ма? Did you go by train? Сен пойызбен бардың ба? What time did they eat? Қай уақытта олар тағам жеді? Did your brother do his homework? Сенің ағаң үй тапсырмасын орындады ма? Where did you go to bed? Сен қайда ұйқыға жатасың? Did you play volleyball yesterday? Кеше волейбол ойнадың ба? Who did you see at school? Сен кімді көрдің мектептен? Енді 6-шы тапсырмаға келдік. Жай ғана жауаптарын айтайын. Балалар қатты қиналмай-ақ қойыңдар. 1-де D, 2-де C, 3-де A, 4-де F, 5-де E, 6-да B, және 7-ші тапсырма бойынша 1-де C, 2-де B, 3-де D, 4-де A, 5-де A,
6-да сен және 7-де эй болады. Балалар, жалпы каналға тіркел, сабақ ұнаса комментарийге рахмет деп жаз, және де каналға 10 000 подписчик болғанда мен өзімнің кім екенімді айтамын. Мүмкін сенің ағайын шығармын. Goodbye, have a nice day.